Армысыздар құрметті шәкірттер. Жасұлан балалар жасөспірімдер орталығы фемиди дебат клубының жетекшісі Ерік Сапарұлы болып табыламын. Кезекті қажет сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көшбасшылыққа арналады. Көшбасшы дегеніміз кім? Көшбасшы қандай болу керек? Көшбасшының түрлері және де сөз саптауымыз өзіміздің оқығандығымызды бір белгілі бір ортада өзіміздің көшбасшылық қасиеттерімізді таныту үшін не істеуіміз керек, қандай болуымыз керек деген сұраққа жауап беретін боламыз. Ендеше кеттік. Көшбасшылық. Бұл сабақтың негізгі мақсаты қатысушыларды сыни тұрғысынан ойлау арқылы қарым-қатынастарын реттеу, топтық жұмыстарда жан-жақты талдаулар жүргізу арқылы көшбасшылық қызметін анықтап топпен және жеке шешім қабылдауға баулу. Бұл сабақтан ең күтілетін нәтиже. Оқытудағы көшбасшылықтың маңызы анықталады, көшбасшылықтың түрлерімен танысады, оқушылардың көшбасшылық қасиеттері қалыптасып, кәсіби дамудың қуатты көз екеніне көз жетеді. Негізгі білімге 3 жол алып келеді. Біріншісі ойлану, яғни оқу жолы. Бұл ең парасатты жол. Екінші жол еліктеу, ұқсау жолы. Бұл ең оңай жол. Үшінші жолы басың тасқа тиіп, тағдырдан сабақ алу, яғни тәжірибе жинау жолы. Бұл ең ақшы жол болып табылады. Көшбасшы қандай болу керек? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын көшбасшы деген кім деген сұраққа жауап беріп кетейік. Көшбасшы ағылшынша лидер сөзінен шыққан басқарушы деген мағынаны білдіреді. Нақты, формальды және формальды емес ұйымдағы бір адамның басқа адамға немесе топқа әсер ету арқылы басқарудың көрінісі. Көшбасшы ұйымдағы адамдарға әлеуметтік, психологиялық, эмоционалдық тірек, қоршаған ортаға білім, моральдық құндылықтар беруші. Қоғамдық өмірде топта белсенді авторитет мүшесі болып табылады. Әйгілі жандардың биографиясына көз жүгіртіп қарасаңыз, олардың жеткен жетістіктері шығындап кеткен ақыл-ойдың жемісі болмағанын аңғарасыз. Яғни, біз көшбасшы деген кім деген сұраққа жауап іздеген кезде, бірінші кезекте бізге әйгілі жандар есіміз түседі. Яғни, Эйнштейн, Франклин, Джобс деген секілді тұлғалардың толассыз жетістікке жетуі мынадан көрінеді. Шығармашылық ойлау еркіндігі және сұраққа басқа қырына қарау және өз ісіне деген теңдессіз құштарлық пен адалдығы. Осы кезекте Ахмет Байтұрсынның айтып кеткен сөзі бар екен. Жол көрсеттім қазақ деген ұлысқа, жол сілтедім жақын емес ұлысқа. Абай, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Кім-де-кім өзінің уақыт үшін бар мүмкін нәрсені жасаса, барлық уақыттарда өмір сүреді. Йоганн Фридрих Шиллер, яғни неміс драматургы және ақыны. Бұл басымдылық пирамидасы. Яғни бұл жерде 90 ауыз сөздің тобықтай түйін табу. Сіз не ғұрлым жоғары сатыда орналассаңыз, сол ғұрлым сізде жауапкершілік пайда болады. Ең төменгі сатыдан бастап жоғарғы сатыға шейін көтерілу, ол толассыз еңбек пен өз еңбегіңізге деген құштарлықтың нәтижесі болып табылады. Негізгі жағдаятты шешу. Харизма біріншісі. Яғни харизма дегеніміз бұл аса дарындылық. Негізгі дефинициясы, негізгі анықтамасы бұл Құдай берген дарындылық деп аталады. Айналадағыларға, қоршаған ортаға өз ықпалын келтіру. Бұл көшбасшылықтың негізгі қалаушылардың бірі болып табылады. Бұл екіншісі қарама-қайшылық, яғни әрбір сұрақтың қарама-қайшылығын ойлап табу. Барды бар қып, жоқты жоқ қып дәлелдеу. Яғни ақты ақ, жоқты жоқ қып, қараны қара қып. Сіз қандай көшбасшысыз? Көшбасшы болуға көмектесетін кеңестер айтып кетейін. Ерекше қасиетіңізді дамытып қана қоймай, бағалай түсіңіз. Ерекше қасиетіңізді қай жерде, қажет жерде, қажетті уақытта көрсете біліңіз. Үздік болуды дәреже мен басқару қабілетімен шатастырмаңыз. Кез келген үздік көшбасшы ойын анық жеткізіп, ұтымды идеялар айту білуі тиіс. Көшбасшының әрдайым өз пікірі болады, осыны ескере кетіңіз. Көшбасшының түрлері: толыққанды көшбасшы, стратегиялық көшбасшы, рухтандырушы көшбасшы, өз ісіне берілген көшбасшы, уәждеуші көшбасшы. Енді сіздерге келесі сабаққа тапсырма аяқталмаған сөйлем жаттығуы. Сөйлемдерді аяқтаңыздар. Яғни бірінші топ көшбасшы деген кім деген
Сұраққа өздеріңіз жауап беріп кетесіздер. Өз ойларыңызша қандай болу керек? Көшбасшы болу үшін не істеу керек? Бұл бірінші топтың тапсырмасы. Екінші топ. Көшбасшы алдымен. Екінші тапсырмасы көшбасшы үшін тән қасиет. Үшінші топ. Көшбасшы болып тумайды, ол қалыптасады. Себебі. Екінші тапсырмасы мен көшбасшыға мына жайды ескеруін өтінемін. Егер ішіңізде сіз қалағандай көшбасшы болсаңыз, өмірде де дәл сондай көшбасшыға айнала аласыз. Адамдар сіздің артыңыздан еруді қалайтын болады. Ал бұл жағдай орнаған кезде сіз әлемдегі адам жасай алатын, бар мәселені шеше алатын адамға айналасыз. Құрметті шәкірттер, бүгінгі сабағымыз сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгінгі дебатшы, ертеңгі көшбасшы. Өз ісімізді сүйейік. Келесі кездескенше.